Ганди атындағы номер 92 мамандандырылған лицейдің 5 А сынып оқушысы Алтынбек Алтайырмын. Маған біздің ұлы Абай атамыздың 18 қара сөзі өте қатты әсер етті. Сол жерде адамдардың таза, сыпайы киінуі және адамдарды бір-бірімен ақылы, білімі, ары, мінезі арқылы ғана салыстыра алатындығымыз туралы айтылады. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін бұлғап, бұлжытып кимей, таза кимек дұрыс сөз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, жынтағын көтеріп, қолын дарақтап әуре болмас. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт аттанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өз қатарындағының ішін кедіріп, өзінен кейінгілерге, әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұрғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық ақымақтық, мұның адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа да, қайда адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласының ақыл, ғылым, ары мінез деген нәрселермен ғана озбақ. Мұнан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.